Сәлеметсіздер ме? Құрметті марафонға қатысушылар, сіздерге сәттілік тілейміз. Ең алдымен біздің тоқталатын сабағымыз инста әліппесі. Инста әліппесі неден тұрады деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде бірінші сіз өзіңіз инста парақшаны ашқаннан кейін не үшін жүргізетініңізді, жалпы мақсатыңыз қандай, күніне қанша уақыт пайдаланасыз, инста оқырманға қандай пайда әкелесіз, осы сұрақтар төңірегінде ойланып алуыңыз қажет. Одан кейінгі екінші қадам бұл нишаңызды табу, дұрыс табу соның ішінде. Ниша дегеніміз не? Ниша дегеніміз бұл сіздің инста парақшадағы сіздің салаңыз, сіздің бағытыңыз, сіздің көпшілікпен бөлісе алатындай білім қорыңыз десек болады. Нишаны таңдау үшін қандай сұрақтар негізінде жауап беру керек? Бірінші, көріп тұрғаныңыздай, сізді не қызықтырады? Одан кейін қай салада экспертсіз? Қандай тақырыптарды үздіксіз жаза аласыз? 1 жыл, 2 жыл, 1 апта, 1 ай, 10 күндікте бітіп қалатын тақырыптарды алмағаныңыз жөн, өйткені сіздің жазарыңыз, сіздің айтарыңыз болмаса, оқырмандар сізден кетіп қалады. Одан кейін таңдаған салаңыз тың ба, немесе пайдалы ма оқырманға? Неге осында көбірек ойлануыңыз керек. Одан кейінгі үшінші қадам бұл сіздің логиніңіз. Яғни логиніңіз нақты болу керек, нишаңызды сипаттайтындай, оңай жатталатындай болу керек. Ал аватар дегеніміз бұл сіздің негізгі мінекейіңіз, фотоңыз. Бұл сапалы, анық түскен өз фотоңыз, немесе 3D фото қоюға болады, әлде болмасын логотип қоюға болады. Одан кейінгі никнейм. Никнейм педагог, ментор, филолог деп мен жазып қойдым. Бұл жалпы парақша атауы. Яғни сіздің өзіңіздің парақшаңыздың, сіздің жүргізетін блогыңыздың атауы. Одан кейін сіз личный блог, әлде болмасын бизнес аккаунтқа өтуіңізге болады, әлде болмасын бизнес аккаунтқа өтпей ақ та қоюға болады. Бірақ бизнес аккаунтқа өткеннің өте пайдалы жағы, сіз толықтай статистиканы көріп отыра аласыз. Ендігі келесі бұл енді шапка толтыру, яғни сипаттама жазу сіз туралы қысқада нұсқа, әрі кеткенде 5 қатарға сиятындай, мінекей сондай өзіңіз туралы толық ақпарат беретіндей болу керек. Бұл жерде 150 символ сияды. Мен мысалға алатын болсам, өзім мұғаліммін, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Және логинімді Бақытгүл ментор деп алдым. Ментор бұл оқытатын, өзінің білгенмен бөлісетін адам ғой көп жағдайда. Міне, мен осы жерде әдістемелік қолдаушы, латын әліпбиін үйретуші, жас маманға ментор, орфография жанашыры, копирайтер деп шапкамды осылай толтырдым. Осы бағыттар бойынша үнемі контентті өзімнің парақшамда жариялап отырамын. Одан кейінгі сілтеме. Сілтеме, мінекей көріп тұрсыңыздар, мен таплинкпен жасадым. Оны жасау тегін. Және бұл жерде таплинкті сіз туралы толықтай ақпарат қойып қоюға болады. Одан кейінгі сіз туралы тағы да қосымша ақпараттар беретін ұяшықтардың тобы, бұл highlights деп аталынады. Мінекейіңіз латын әліпбиіне қатысты, сауаттылыққа қатысты, әдеби сұрақтарға, СММ-ге қатысты ақпараттарымды осы ұяшықта салып отырамын. Сіз лентаға салғаннан кейін, историяға салғаннан кейін ол ақпарат 24 сағаттың ішінде жойылады. Ал highlightsқа сақтаған ақпараттарыңыз бұл мәңгіге сақталады. Одан кейінгі лента контент, міне көріп тұрсыңыздар, бұл жерде өзіңіздің парақшаңызға салынатын фотолар, қандай болмасын видеолар, немесе IGTV-ға салынған видеолар. Мінекей қысқаша сипаттама осы.